Баршаңызға сәлем, қайырлы күн болсын, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге үлпілдек ең сәтті шығатын пигодидің рецептімен бөлісетін боламын. Достар, көбісі менің YouTube каналыма тіркелмей рецепттерімді қарайды екен. Мені жоғалтып алмас үшін ең алдымен YouTube каналыма тіркеле кетіңіз. Рецептті описание бөліміне толықтай жазып кетемін. Яғни осы пигодидің аты жазылған жерді бассаңыз, описание бөлімі ашылады. Пигоди тағамын сәбіз салатымен жейді, оны өздеріңіз де білесіздер деп ойлаймын. Видеода көрсетілген сәбіз салаттың рецептін описание бөліміне қалдырып кетемін. Мен ұсынған рецептпен сәбіз салатты жасап көрсеңіз, дәл базардағыдай тәмді, керемет болып шығады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамыр үшін бізге жылы су, қант, тұз және де мерзімі өтпеген ашытқы қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, венчиктің көмегімен жақсылап қант пен тұз ерігенше араластырамыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнның ортасын ашып, дайындалған сұйық массамызды құямыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілуі керек, себебі сіздердің қамырларыңыз воздушный, жұмсақ әрі нәзік болып шығуы үшін. Одан соң үстіне сұйық майдың көп бөлігін алып, кішкене ғана бөлігін алып қаламыз. Одан соң таза қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр илеуге жақын қалған кезде алдын ала алып қалған сұйық майымызды осы қамырдың үстіне құйып, тағы да қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Сұйық май неліктен десеңіздер, табамызда артылған ұндарымызды қамырға біріктіреді және де қамырымыз ашыған кезде жұмсақ болып шығады. Достар, менің YouTube каналымда көптеген түскі асқа, кешкі асқа дәмді, ерекше рецепттер бар. Одан бөлек тіске басарға, пирогтардың, торттардың және де салаттың түр-түрі бар. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетіне пищевой пленка немесе кәдімгі пакет кигізіп ораймыз. Оның үстін майлықпен орап қоясыздар. Сыртын тағы да одеял немесе қалың жемпірмен ораймыз. Бұл қамырымыздың тез ашуы үшін. Осылай орап болған соң 1,5-2 сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз ашимын дегенше салмасын дайындаймыз. Салмасына капуста қоссаңыздар да болады, яғни 40 қабат. Мен 40 қабат қосқанды ұнатпаймын, сондықтан да жуаны көп мөлшерде қостым. Жуамыздың сыртын жақсылап ашып, жуып, кубиктап, майдалап турап аламыз. Одан соң барлығын бір ыдысқа салып, жуамыздың үстіне қара бұрыш, сұйық май, зира, одан соң дәміне қарай тұз қосамыз. Қалауларыңыз бойынша 40 қабат және де өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Таза қолымызбен дәмдеуіштер қосылған жуамызды жақсылап согы шыққанша мұжып тұрып араластырамыз. Сонда ғана жаңағы қосылған қоспаларымыздың барлығы бірігеді. Үстіне тартылған етімізді салып, тағы да қолымызбен араластырамыз. Біздің салмамызды дайындап болам дегенше қамырымызды ашыды. Қамырымызды бірнеше бөліктерге кесіп, одан соң тағы да үстінен кішкене ғана бөліктермен бөліп майдалаймыз. Қамырларымыздың барлығын бірнеше бөліктерге бөліп болғаннан кейін, екі қолымыздың көмегімен қамырларымыздан зуалар жасаймыз. Өздеріңіз видеода анық көріп тұрсыздар деп ойлаймын. Барлығын домалақтап болғаннан кейін үстін майлықпен жабамыз. Майлықпен жабу себебі қамырлардың беті қайысқап, кеуіп кетпес үшін. Ендігі кезекте қамырларды шетінен алып, оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырды қатты қалың, не жұқа қылып жібермеңіздер. Қалың болған жағдайда қамырларыңыз піскен кезде қамыр болып қалады, жұқа болған жағдайда пигоди болмай шығады. Қамырды жайып болғаннан кейін ішіне салмасын салып, дәл видеода көрсетілгендей өріп шығамыз. Өру негізінде оңай. Видеоны асықпай қарасаңыздар, үйреніп аласыздар деп ойлаймын. Мінекей, біріншісін көрсеттім, екіншісінде дәл солай өріп, бүгіп шығамыз. Достар, сіздер пигодидің қандай құпия қыр-сырларымен бөлісесіздер, оны да комментарий бөлімінде күтемін. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Сіздерге видео ұнап жатса, пайдалы болып жатса, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Пигодиларымызды бүгіп болғаннан кейін мантаваркамызды сұйық маймен жақсылап майлап шығамыз. Сұйық майды аямаңыздар дегім келеді, себебі піскен кезде түбі жабысып қалмас үшін. Осылай барлығын орналастырамыз, қатты бір-біріне жақындатып жібермеңіздер,
қамырымыз ашығандықтан ісініп бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Суымызды алдын ала қайнатып 45 минутқа осылай парға қойып қоямыз. Осымен біздің пигодиіміз пісіп шықты. Бізге ас болсын. Достар, қараңыздаршы, осылай пигодиді алып жатқан кезде өте мұқият болыңыздар. Қамырларыңыз нәзік болғандықтан жыртылып кетеді. Ішіне сәбіз салатымызды салып жей берсек болады. Сәбіз салаттың рецептін описание бөліміне қалдырып кетемін. Бұл сәбіз салат тура базардағыдай. Сіздерге сәттілік!